Бүгін біз Кеңес одағындағы өмірдің қандай ащы жағын және тәтті жағын білу үшін ападан сұхбат алатын боламыз. Апа, өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Мен 1959 жылғы Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Коминтерн, қазіргі атауы бойынша Биназар ауылында дүниеге келдім. Сонан соң 10 жылдықты Шу қаласында бітірдім. Бітіре салысымен Алматы қаласындағы Қыздар педагогикалық институтына түстім. Содан келіп, қазіргі Жамбыл облысы, бұрынғы Луговой, қазіргі Тұрар Рысқұлов ауданындағы Ленинский, қазіргі атауы бойынша Ақбұлақ орта мектебінде жұмысқа орналастым. Физика, математика пәнінен сабақ бердім. 39 жылға пед стажым бар. Қазіргі кезде зейнеткермін. Енді КСР кезіне келетін болсақ, кішкене саяхат сол кезге. КСР кезінде сіздің балалық шағыңыз, жастық шағыңыз қалай өтті? Қазіргімен салыстырсақ, қазіргі балалармен өзіңіздің жастық шағыңыз еске алсақ, соның бәрін. Балалық шағым, жаңа айтып өткендей, Биназар ауылында өтті. Ол кезде 8 жылдық мектеп болатын. Мектепте өте қызықты, мерекелік шаралар өтетін. Қазіргілей сияқты бәрі бірдей емес. 1 октябрятқа өттік, одан соң пионерге өттік, одан соң комсомолға өттік. Комсомол мүшесі болу үшін сабақты жақсы оқу керек, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысу керек. Жастық шағым, балалық шағым өте жақсы жағдайда өтті деп есептеймін. Ол кезде күнделікті адамдар немен айналысатын? Қандай жұмыс істеген? Сіз қандай жұмыс істедіңіз студенттік болған кезде? Біз студенттік шағымызда ешқандай жұмыс жасамадық. Тек қана білімге назар аудардық. Біз Қыздар педагогикалық институтының физика факультетіне түскендіктен, біз түске дейін сабақ, түстен кейін физикалық практикум өтетін. Бізде мүлдем жұмысқа орналасу деген болған емес. Қазіргі студенттер сияқты біліммен бірге қатар жұмыс жасаған жоқпыз. Ол кезде ақшалай стипендия қанша болды? Стипендия бөлінді ма? Қыздар педагогикалық институтында 3 мезгіл талонмен тамақ берілді. Таңертеңгілік ас, түскі ас, кешкі ас, және кім сабақты жақсы оқыса 15 рубль болған. 4-5 оқысаң 12 рубль болды. Ал 3 оқығандарға стипендия төленбеді. Ол кезде грант емес, бәрі бірдей болды ма? Бізде грант емес деген болған емес. 3 пәннен емтихан тапсырдық. Кім сол емтихандан қазіргідей балмен есептелмейтін, ол кезде бағамен есептелмейтін. Өздерінің балдары бар, соған сәйкес есептеліп, біз бәріміз оққа түсеміз. Кім оққа түспей қалғандар, подготовительный деген бар, дайындық курсы. 1 жыл оқитын, келесі жыл сол оқу орнына қайттан түсетін. Бізде қазіргідей хозрасчет, грант деген болмады. Бәріміз бірдей білім алдық. Дүкендер үшін азық-түліктер жеткілікті болды ма? Киім, кешек, оның бәрі сатылуы қалай болды? Кезектер жиі болды ма? Кезектер мүлде болған жоқ. Азық-түлікке келсек, өте қазіргі ұмытып қалдым. 3 тиынмен соның өзінде кішкентай булочкалар алатынбыз, 200 граммдық қолдың қаймақтарын алатынбыз. Өте бізге ыңғайлы болды. Киімнің өзін мен мысалы 2 айлық стипендиямды жинап, қыстық етік алатым. Сонда мен ата-анама ешқандай ауырлық салмадым. Стипендияма киім алып оқып бітірдік. Жетіспеушіліктер болды ма? Қандай заттар жетіспеді? Есімде жоқ, мүлде бізде жетіспеушілік деген болған жоқ. Магазинге барсаң бәрі тұратын. Базар деген мүлде білмейтінбіз. Медицина жағынан қандай заттар тегін болды? Қандай заттарды ақша алдыңыздар? Алматыда студенттік поликлиника деген бар, соған барып тегін көрінетінбіз. Ештеңені біз сатып алған емес, біз ауырып қалсақ сол жаққа барамыз, емделеміз, справка береді, келетінсің. Ал енді зат болғанда мен 78 жылы февральда әкем қайтыс болды, март
аяғында мен очки тақтым. Көрінуім тегін, ал очкиді мен өз ақшама алдым. Онда жақсы екен. Енді үкімет жағына қарай өтсек, сөз бостандығы, жастарды қинау, ондай болмады ма ешкімге? Ондай болған жоқ, бірақ біз қазақшаны да орысшаны да бірдей меңгеріп отырдық. Бізге ой сен қазақсың, орысша сөйлей алмадың, тағы осындай сөздер ешқашанда жекемізге ешкім өтпеген. Бәріміз теңдей, бірдей жүрдік. Енді қазіргі таңда жас балдармен, жастарды көрген кезде өзіңіз қандай боласыз? Мен жас кезінде бұндай емес едім деп, сондай кейде қабет деген ай деген сәттер болып қала ма? Міндетті түрде болады. Қайран біздің жастық шағымыз-ай дейміз. Қазіргі білмеймін, заман деп қойды, заман емес, адам өзгерген сияқты. Кейбір жастарға қарнымыз ашады. Біз автобусқа мінсек, троллейбусқа мінсек, трамвайға мінсек, Алматыда енді студенттік өміріміз өткендіктен орнымыздан атып тұрып, кемпір шалдарға, балалы аналарға орын беретіміз. Қазіргі жастар отыра қалып, сотқа шұқылау, немесе терезеге қарап өтірік ұйықтап қалу деген сәттер кездеседі. Сонда қиналамыз. Ай, жастар, біз де жас болдық қой деп қоямыз. Сол жастарға қандай өсиет айтатын едіңіз, қандай ейтіндер? Қазіргі жастар тыңдай қоя ма? Айтатыным, ақылым көп. Оларда ертең біз сияқты оқу бітіреді, бір мекемеде жұмыс жасайды. Ең бірінші адамның жүрегінде имандығы болу керек деп есептеймін. Адамгершілігі болу керек. Егер жаңағы жастар соны өз тәжірибесінде пайдалана білсе, өмірден көп опық жемейді. Бұл өмір деген күрес, бірде құлайсың, бірде тұрасың, бірде жеңілесің, бірде жеңесің. Бірақ сонда да кішкене үлкендердің құлағына құлақ асу керек шығар. Бұлар тек соткаға жабысқамай, үлкендермен де араласу керек деп ойлаймын өзім. Ал біз де сұхбатымызды аяқтайық. Осындай сұхбаттар көп болып. Енді бұрында білмеген едік, қандай мен қиын болды деп ойлағам негізі. Қандай жақсы болды деп ойламағам. Мен керісінше барғым келіп кеттік. Сұрауға. Сол. Рахмет сізге осылай беріп жатқаныңызға, уақытыңызды алғаныңызға. Сол. Рахмет, еңбегің жансын, оқып атқан оқуыңды жақсы бітіріп, жақсы бір мамандықтың иесі болып, біздің кәдемізге жарайтындай азаматша бол. Рахмет. Саламатсыз ба, мен бүгін сізден кеңес одағы кезіндегі өмір туралы сұхбат алайын деп едім. Сіздің балалық шағыңыз қалай өтті? Менің балалық шағым кеңес одағы кезінде тыныш, қарапайым, бірақ қызықты болды. Қазіргі кездегідей интернет, телефон жоқ. Біз достарымызбен далада асыр салып ойнайтынбыз. Ол кездегі өмір сүру деңгейі қандай болды? Жалпы жаман емес. Бәрі бірдей өмір сүрді. Бай кедей деп бөлінбейтін. Кейбір заттар жетіспей қалатын кездерде болды. Азық-түлік мәселесі қалай болатын? Бәрі бола бермейтін. Ұзақ кезекте тұратын кездер болған. Бірақ арзан болған бәрі. Бос уақытыңызды қалай өткізетінсіз? Достарыммен ойнап, не болмаса кітап оқып, телевизордан жаз кезінде детский кинолар көрсететін, соларды көретін біз. Телевизор бәрінде бола бермейтін. Ол кездегі мектеп, ұстаздың оқушыға қарым-қатынасы қандай болатын? Мектеп қатал болды. Тәртіп қатты сақталды. Мұғалімдерді сыйлайтынбыз. Сабақта қиын болды, талап жоғары болды. Осы кезбен салыстырғанда еркін сөз сөйлеу мүмкіндігі болды ма?
жоқ, болған жоқ. Өз ойыңды ашық айта алмайтынсың. Мгм. Қазіргі заманмен салыстырғанда қайсысы жақсы? М, қазіргі заман жақсырақ. Мүмкіндіктер көп. Бірақ бұрынғы кезде бір-біріне сыйластық деген, жақындық деген көп болған. Мгм. Қазіргі жастар мен бұрынғы жастардың айырмашылығы қандай? Қазіргі жастар еркін, бірақ кейде шыдамсыз шыдамсыз. Ал біз еңбекқор болдық, сабырлы болдық деуге болады.